Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге өте дәмді, тойымды, үйдегі бар азық-түлікпен жасалатын қарапайым дәмді тағамның рецептімен бөліскелі жатырмын. Достар, мені жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, YouTube арнама тіркеліп алыңыз. Ендеше тамағымыздың жасалу жолына кірісек, алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, бір стакан суымыздың үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, ыдысымызға құямыз. Оның үстінен илегіштен өткізілген ұнымызды біртіндеп отырып салып, қатты қамыр илейміз. Илеген қамырымызды салфан қалтасына салып, орап қоямыз. Бізде қамыр қаясып қалмау керек. Ендігі кезекте тұздық, яғни подлифін әзірлейміз. Қызып тұрған тапамыздың үстіне осылай сұйық майымызды құямыз. Және майымызды қыздырамыз. Қызған майымыздың үстінен туралған еттерімізді саламыз, араластырамыз. Оның үстінен жуа, яғни пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жабамыз тапамыздың. Аздап қуырылған соң қызанақтарымызды саламыз. Қызанақтың орнына томат пастасын қоссаңыздар да болады. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып отырамыз. Жай жаңағы отта аздап қуырылу керек. Оның үстінен біраз қуырылған соң осылай су шығады. Оның үстінен жаңағы қырыққабаттарымызды турап саламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Осы кезде қалауларыңызша дәмдеуіш, тамаққа қосатын дәмдеуіштер қоссаңыздар болады, приправалар. Мен тек қана тұз салдым және жарты стакан ыстық су құйдым. Қақпағын жауып жай отқа қоямыз. Иуы қанған қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен ұн себе отыра осылай жұқа етіп қамыр жаямыз. Жайған қамырымыздың үстінен сұйық майды осылай жағып шығамыз, барлық жерін жететіндей етіп. Және қалауларыңызша 4 пішті етіп, пішінде кессеңіздер болады. Мен үлкенірек қып кесіп қойыппын. Кішірек қып кессеңіздер де болады, себебі қамыр піскен кезде үлкейеді екен. Қатты үлкейген қамырларымды осылай ортасынан жаңағы пышақпен бөліп жатырмын. Екінші қамырымды жайып, оған сұйық майымды жағып, ол қамырыма осылай аскөк, яғни укроптарымызды салып шықтым, сеуіп шықтым. Және 4 пішті етіп осылай кесіп, оны да жаңағындай етіп орап алдым. Тақтайшамыздың ішіне барлығын қойып шығамыз. Қазір осы қойған жаңағы қамырларымызды тапамыздың бетіне жаңағы қойып шығамыз. Қорықпай жаңағы қоя берсеңіздер болады, себебі ол қамырға май жағылған, бұлар жабыспайды. Айта кететін маңызды жайт, жаңағы біздің тұздығымыздың, яғни подливіміздің жаңағы суы көп болмау керек. Және шлей азда болмау керек. Дәл видеодағындай аздау болу керек. Бетін қақпақпен жауып салып болған соң 30-35 минутқа жай отта пісіреміз. Менде мұнда 35 минут уақыт өтті. Жай отта осылай будың көмегімен пісіріп алдым. Өте керемет болып шығады. Және тәрелкемізде осылай рет-ретімен алып, шеңбер етіп қойып шығамыз. Ортасын жаңағы ашық етіп қоямыз. Егер алған кезде жабысып жатса, онда тәрелкеге жаңағы қозғап араластырсаңыз, ол жабысқан жаңағы қамырларымыз оңай алынады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай дөңгелекше етіп қойып аламыз. Ортасын осылай ашық қыламыз. Ортасына жаңағы подливтерімізді ортасына құйып, подливпен, осылай қамырларымызбен жаңағы дастарханымызға ұсынамыз. Өте керемет болып шығады.
Бізде подлифтің қатты жаңағы сулы болмау керек. Дәл видеодағындай осындай сулы болса жетеді. Себебі қамырымыздың өзі сонда майлы, дәмді болып шығады. Қалауларынша бетіне ас көк сепсеңіздер болады. Осымен біздің тамағымыз дайын. Ас болсын. Достар, менің егер YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеле өтіңіз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Меруерт Оңғарбай.